Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге өте ерекше болып жасалатын, дәмі де керемет болып пісетін шарлотка рецептімен бөлісемін. Бұл шарлотка заманауи шарлотка деп аталады. Бұның бетіне штрезель қолданамыз, немесе крамбл деп те атайды. Видеоны соңына дейін көріңіз. Ең алдымен шарлоткамыздың бетіне салынатын крамблды дайындап аламыз. Тоңазытқыштан шыққан майымызға миндальная муканы, яғни бадам ұнын және де ұнды, қантты салып, қолмен жақсылап үгітеміз. Қамыр елемейміз, тек қолымызбен араластырып үгітіп дайындап қоямыз. Құрамы осындай болу керек, міне көріп тұрғандарыңыздай, осылай қоя тұрамыз. Енді бисквитті жасауға кірісеміз. Бисквит үшін бізге 4 жұмыртқа керек. Алдымен жұмыртқамызды жақсылап араластырып аламыз. Көпіргенге дейін. Жұмыртқамыз көпіре бастағанда қантты 3 бөлікке салып миксерлейміз. 3 рет бөліп барып қосамыз. Жұмыртқалы массамыз 2 есе көтерілгенше жақсылап миксерлеп аламыз. Бұл пирогтың толық рецебін описание бөліміне қалдырып кетемін. Қант пен жұмыртқамыз толық араласқаннан кейін құрғақ ингредиенттерді саламыз. Яғни олар бізде ұн, ванилин, разрыхлитель және де бадам ұны, яғни миндальная мука. Массаларымыз толық араласып болғаннан кейін үстіне сұйық майымызды құямыз да жақсылап тағы бір рет миксерлеп аламыз. Қамырымыз дайын болды. Енді қамырымызды пісіретін формамызға құямыз. Ең алдымен қамырымыздың бірінші бөлігін құйып аламыз. Оның үстіне кесілген алмаларымызды тізіп шығамыз. Одан кейін қалған екінші бөлігін құямыз, жайғастырып, жақсылап бетін тегістейміз. Соңында бетіне қалған алмаларымызды тағы да тізіп аламыз. Енді қамырымыздың ең бетіне алғашында жасап қойған крамблымызды осылай орналастырып шығамыз. Барлығын жайғастырамыз, жан-жағына дейін жеткізіп. Енді пешімізге жібереміз. 170-180 градуста 40-45 минутта піседі. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан менде ол осындай градуста пісті. Пештеріңізге қарай қоясыздар. Біздің шарлоткамыз осылай өте биік болып, әдемі болып көтеріліп пісті. Ортасын пісу барысында сіздер тексеріп көріңіздер, шпажкамен жабыспай шығу керек. Толығымен ортасы да пісті, өте әдемі шарлотка болып шықты. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Менімен бірге жасаңыздар. Каналымда бұдан да басқа көптеген рецепттер бар. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлназ ас болсын.